Баршаңызға сәлем, сіздермен Нұр Сезім. Бүгін үй жағдайында донердің жасалу рецептін ұсынамын. Алдымен тауық етін ұзынша етіп турап аламыз. Фри жасау үшін картопты ұзынша етіп турап, оны жуып, кептіріп қоямыз. Табаға аз ғана май құйып, оған тауық етін қуырып аламыз. Татымына қарай паприка, бұрыш, тұз және басқа да дәмдеуіштерді қосып араластырамыз. Шамамен 20-25 минут тауық еті піскенге дейін қуырып аламыз. Кеуіп тұрған картоптарды өте көп мөлшерде май құйылған табада қуырып аламыз. Қияр мен қызанақты ұзынша етіп турап аламыз. Одан кейін лавашқа донерімізді жинаймыз. Лаваштың үстіне соус ретінде кетчуп және майонезді қолданамыз. Оларды жағып шыққаннан кейін тауық етін, фри және көкөністерді салып, видеодағыдай орайтын боламыз. Орап болғаннан кейін оны құрғақ табада екі жағын қызартып аламыз. Кейін дастарханға сұна беруге болады. Бұл біздің кафеден алатын донерлерден кем түспейді. Сондықтан жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Каналға жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын.